Бауырлас Түркиелі жылдағы дәстүр бойынша Астана күні мейрамын тойлауды бастап кетті. Кеше Түркияның бас қаласы Анкарада қазақстандық өнерпаздардың қатысуымен мерекелік концерт өтті. Елімізден арнайы барған Адырна фольклорлық этнографиялық ансамблі мен Алтынай мемлекеттік халық би ансамблінің сахна саңлақтары дүбірлі кешке жиылған көпшілікті өз өнерлерімен тәнті етті. Түрік халқы Астана күндеріне арналған мәдени шаралардың Рамазан айымен тұспа-тұс келгеніне ерекше қуануда. Өйткені көбіне осы қасиетті айда еңбек демалысына шығатын жергілікті тұрғындар қазақтың мерекелік іс-шараларының бірінен қалмай, отбасыларымен бірге тамашаламақ. Атап өту керек, бүгін Анкарада жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 170 жылдығына арналған ғылыми симпозиум өтіп, Алаштың ақиқ ақыны, айтыс өнерінің дүлдүлі Сүйінбай Аронұлына арналған ескерткіш бюст ашылады деп жоспарлануда. Kazakistan'ın böyle bir faaliyetinden dolayı Түбі бір туыс қазақ елінен келген өнерпаздардың мерекелік концертінен керемет рухани азық алдық. Дарынды жастар бүгін қазақтың дәстүрлі музыкасымен қатар әлемдік классиканың үздік шығармаларын шебер орындады. Бүгінгі кеш Астана күні мейрамы қарсаңында өтіп жатыр екен. Жеке өзім бауырлас қос елдің мәдени, рухани қарым-қатынасын тереңдететін осындай іс-шаралардың жиі болғанын қалаймын. Қуанышты күндеріміз көп болғай.